Алматыда қала күні мерекесіне орай Тәжікстанның Хатлон облысынан келген фермерлердің ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Алатау ауданында ұйымдастырылған іс-шараға шаһар басшысы Дархан Сатыбалды арнайы қатысып, өнімдермен танысты. Сондай-ақ диқандармен емен жарқын пікірлесті. Айта кетейік, бұған дейін қала әкімі Хатлон облысының төрағасы Саид Давлаталимен ресми жүздесіп, қос тарап арасындағы болашақ ынтымақтастықты талқылаған еді. Сегодня мы гости города Алматы. Бүгін біз Алматыға арнайы ат басын бұрдық. Өз қолымызбен өсірген бақшы өнімдерімізді, тәтті жеміс-жидек пен құнарлы көкөністерімізді қала халқына ұсынып жатырмыз. Бұған қоса ұлттық нақыштағы киімдеріміз бен дәстүрлі тағамдарымызды да ала келдік. Бағалары қолжетімді, сондықтан алматылықтарға бұл үлкен мүмкіндік деп білемін. Айта кетейік, жәрмеңкеге Хатлон облысынан 40 фермер қатысып, 200 тоннадан астам өнім әкелді. Қала тұрғындарына бақша дақылдары, жемістер мен ұлттық тәттілердің сан түрі ұсынылды. Барлық өнім тікелей өндірушілерден жеткізіліп, қолжетімді бағамен саудаланды. Тәжікстан диқандарының айтуынша, Алматы нарығына маусым аралық кезеңде кептірілген жемістер мен ерте пісетін көкөністер тікелей жеткізу көзделіп отыр екен. Жәрмеңке күшті, бізге ұнап жатыр. Бәрінен бір килограмм алып алдық. Рахмет. Ауданымызға осындай постоянно осындайлар выставка, ярмаркалар бола берсін. Халық үшін ғой бәрі. Рахмет.